Саламатсыздар ма балалар, арнама қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің арнамызда Students Bookпен жалғастырамыз. Page number 39, 39 беттегі Writing бөлімі. A description of a wildlife photo. Ол дегеніміз, яғни жануарларды белгіленген, бұл жерде яғни жабай жануарлардың өміріндегі көрінісі. Бұл жерде көрініс деп тұрғам, яғни фото берілген, сурет соны айтып тұр. Окей, бұл жерде кішкене ғана біз бірінші бұл бетті не істейміз? Берілген, мәтін берілген, сол мәтінді оқып аударамыз, түсініп алып, одан кейін келесі кезекте тұрған тізімдегі жаттығу тапсырмаларды орындап кетеміз. Окей, red list animals, қызыл тізімдегі жануарлар. The orca, orca деп тұрғанымыз бұл жерде яғни касаткалар. Касатка, yeah? Okay, the first, the animals in this photo are orcas or killer whales. In fact, an orca is not a whale, but a type of dolphin. Here, they are swimming in the group near the shore. Maybe they are hunting for seals. Ол дегеніміз, яғни, былай дейді, бұл суреттегі, яғни фото, суреттегі жануарлар касаткалар болып табылады, немесе оны біз өлтіруші киттер деп атаймыз дейді. In fact, нәтижесінде касаткалар жалпы кит емес, киттің түрі болып табылмайды, бірақ ол дельфиннің түрі болып табылады дейді. Мұнда біз жағаның жанында жүзіп жүргенін, топ-тобымен жүзіп жүргенін көріп тұрмыз дейді. Және де мүмкін олар осы жүзуіне қарағанда аң аулауға шыққан дейді. Яғни олар кішкене ғана ұсақ жануарлармен, әрине теңіз балықтарымен қоректенеді. Оны соны айтып отыр. Окей, екіншісі. Orcas live in all of the world's oceans. They hunt and play in groves. They are aggressive and they usually eat fish, squid, seals and turtles. Females have one baby called a calf every 2 or 3 years. Окей, бұл жерде не дейді? Бұл жерде бізде касаткалар бүкіл дүние жүзіндегі мұхиттарда өмір сүреді дейді. Жалпы олар бар сол жақта. Олар топ-тобымен, әрине олар жалғыз жүрмейді. Мысалы, акула дегендер олар жалғыз жүреді, аң аулап, жалғыздықты жақсы көреді. Ал бұл жерде касаткалар міндетті түрде олар топ-тобымен ойнайды дейді, play мінеки, және де аң аулайды дейді. Олар агрессивті түрде болады. Агрессивті, яғни өте агрессивті көбінесе олар қатты белсенді болып табылады, ашушаң келеді дейді, және де олар қоректенетін, жаңа айтып кеттім ғой, turtles, тасбақаларды, итбалықтарды, майда ұсақ және де кішкене ғана ірі де кіреді, балықтарды жейді дейді, қоректенеді солмен. Олардың ұрғашысы, яғни females деген ұрғашы касаткалар негізі 2 немесе 3 жылда бір рет балапан болады дейді. Баланы дүниеге әкеледі енді өздері. Окей, үшінші. Orcas are on the red list because they are in danger of becoming extinct. Some orcas are in danger because there is pollution in the sea. They also die in fishing nets. I think that it's important to protect these animals. Бұл жерде не дейді? Касаткалар әдетте өзі негізі жалпы олар қызыл тізімге, қызыл кітапқа енген дейді. Не үшін? Себебі олар қауіптегі жануарлар болып табылады. Және де олар тек қана жаңағы адамның болғанда бұл жерде кейбір аң аулайтын браконьерлер болады. Солардың кесірінен де бұлар жойылуы мүмкін, және де көбіне бұлар мінеке жазып қойған there is pollution in the sea, яғни теңіздегі ластануынан да бұлар жойылып кетуі мүмкін дейді. Және де олар кейде дейді жаңағы балықтың торлары болады, балық аулау
аңшылардың және балықшылардың торы. Мінекей осы торға да тап болып қайтыс өліп кетуде мүмкін дейді бұл жерде. Міне өліп кетеді дейді. Және де мен ойлаймын дейді, бұл жануарлардың түрлерін біз міндетті түрде қорғауымыз керек, және де бұл маңызды болып табылады деп мінекей осы мәтін осы касаткаларға арнап жазылған екен. Okay, the first exercise. And the exercise, бұл жерде тапсырма, read the model text and answer the questions. Сұрақтарға жауап беру арқылы біз жоғарыда тұрған мәтінді яғни түсініп алдық қой, осы бойынша сұраққа жауап береміз. Next, бұл жерде қараңыздар. Which paragraph describe the life and habitat of the orca? Which describe a problem? Жауабы, answer. The first, paragraph 2, number 2, describes the life and habitats of the orca. And paragraph 3 describes a problem. Okay, next, do orcas live in groups? Yes, of course, they do. Üçüncüsü, what do orcas eat? The orcas eat fish, squid, seals, and turtles. 4. How often do female have calves? Бұл жерде жауабы every 2 or 3 years. Соңғысы, why are they becoming extinct? They are becoming extinct because there is a pollution in the sea and they also die in fishing nets. Okay, next, exercise number 2. Бұл жерде не істеу керек? Бұл жерде қараңыздарда грамматика кішкене қосылған. Because деген сөзіміз бізде себебі, өйткені деген сөзді білдіреді. Бұл шылау болып табылады. Осы шылауды біз қолданып, екі нұсқадағы сөздерді біріктіріп сәйкестендіруіміз керек. Окей, бастап кетейік. The first, orcas are in danger because C нұсқасы екен, there is pollution in the sea. Next, they're hunting. E нұсқасы, they're hungry because they're hungry. Okay, үшіншісі, I don't swim because I don't like being in water. Okay, next, she's having a good time because F нұсқасы, she's at the aquarium. So next, бесіншісі, he's running because he's late. Next, they are hiding. Алтыншысы, they are hiding because they are scared. Okay, next exercise. Келесі тапсырмаға қарайық. Келесі тапсырмамыз бізде. Мінекей мына жерде кейбір тапсырмалар берілген, бірақ оны сіздер орындауыңызда мына жерде өте оңай. Бұл жерде де параграфпен салыстырып көріп, және де ауызша орындайтын тапсырмалар болып табылады. Okay, our next lesson will be with workbook, яғни workbookпен жалғастырамыз келесі сабағымызды. Біздің сабағымыз осымен аяқталды. Келесі жаңа қызықты сабақты өткізіп алмас үшін арнама міндетті түрде жазылып қойыңыздар. Күнделік тапсырмаларды бірге орындаймыз. Егер сұрақтарыңыз болса, комментарияға жазып көрсеңіздер, мен міндетті түрде жауап беремін. Келесі сабақта көріскенше сау болыңыздар.